Сарған жұлдызың құлпырған сен құндызсың. Қадар туған елім келеді бұл сен біздің. Құда болып қайтайық сен ауылдың маңайын. Көкпар тартып жамбатып ауылыңда аунап жатып бір марқайып қалайық. Бәрін жақсы оламыз, біз бұрыннан құдамыз. Әйгерден біргеміз, ажырамай ергеміз. Ойнайық та күлейік, құда болып жүрейік. Айхо, құда болып жүрейік. Айхо, құда болып жүрейік. Арада жоқ күншілік өмір деген бұл сұмдық. Күйеу болса шешілді қолда деген мың жылдық. Құда болып қайтайық сен ауылдың маңайын. Көкпар тартып жамбатып ауылыңда аунап жатып бір марқайып қалайық. Бәрін жақсы оламыз, біз бұрыннан құдамыз. Әйгерден біргеміз, ажырамай ергеміз. Ойнайық та күлейік, құда болып жүрейік. Айхо, құда болып жүрейік. Айхо, құда болып жүрейік. Құда болып қайтайық сен ауылдың маңайын. Көкпар тартып жамбатып ауылыңда аунап жатып бір марқайып қалайық. Бәрін жақсы оламыз, біз бұрыннан құдамыз. Әйгерден біргеміз, ажырамай ергеміз. Ойнайық та күлейік, құда болып жүрейік. Айхо, құда болып жүрейік. Айхо, құда болып жүрейік. Ой, бәрекелді, құдаларды жайғастырып алдық. Енді мың бір алған бишілермен тойымызды көріктік бастап алайық. Алдарыңызда Шымкент би ансамблі.
тойды басқаратын ұлдарыңыз өте сұлу, өте келбетті, ақылына көрік сай жігіт. Міне, өзіне шығып келе жатыр. Бұл бала шабана ұрмасаңыздар тұра береді осылай. Әне, ренжіп қалды. Басынан бастайды ағайын. Қарсылаңыздар. I don't know what you heard about me, but if this can't get $1 out of me, no Cadillac, no perms, you can't see that I'm a motherfucking P.I.M.P. I don't know what you heard about me, but if this can't get $1 out of me. Жандар, жайлау жандар, ассалаумағалейкум. Тектілікпен тамырлас, кемелдікпен кіндіктес алдияр ағайын. Бүгін мінеки өздеріңіз куә болып көріп отырғандағыдай, берекелді де мерекелді кешті. Мынау сіздер мен біздер қазаны қағылмайтын, есігі жабылмайтын, шәугімі шоқтан, қазаны оттан түспейтін, бесігін қыдыр тербеткен Қаракөші еліндегі Асқар Мырзаның отының басындағы, Сабира ханымның ошақ қасындағы құтты қуанышқа қош келдіңіздер. Бір Аллаға сыйынып табынған ел, той болмаса күнделікті сағынған ел. Менің Асқар ағам Астанадан келіп осылай той жасап жатқанда, бұл шапалақ ұрмайтын яғылған ел. Енді қадырлағайын босағада тұрған жанның берекесі қажат. Мен енді бүгінгі тоғысымыздың қос көгершіні Бағдәулет пен Алтынайды сіздердің көз айындарыңызға айналдырған жөн санап отырмын. Сол біздің Алтынай келінімізді сұлулап алып шығуға Ақтау менің мақтауым атты фестивалінің жеңімпазы, Әйгөлек фестивалінің лауреаты Раушан әпкемді келінді алып шығуға шақырайшы. Өздеріңіздің бауырларыңыз Раушан әпке, Алтынайды алып келеміз. Енді, рахмет. Қадырлаған қазір тұрмаңыздар, Бағдәулет екеуі шыққан кезде тұрасыздар, иә? Қазір жеңгесі өсиет айтады. Ал, қабыл алып қойыңыздар. Алтынай келінді Раушан әпкем алып келе жатыр міне. Маэстро.
Раушан ән айтты ғой. Осы Ағдәулет үйлерінде Раушан әпкем 27 мыңға басты осы записті. Қол соғып еңбегін бағалайық. Енді қадірлі ағайын, қараңыздаршы, керуен басар жігіттің нары өзіне лайық, азамат болар жігіттің жары өзіне лайық, Бақдәулет пен Алтынайдың бәрі өзіне лайық. Осы екі кісінің құрметіне тағы да бір ду қол шапалақ ұрайық. Енді барлықтарыңыз орындарыңыздан тұрыңыздар. Тұрайық орныңыздан. Сәл жайылайық, жайылайық. Көңілді бермен қарай бұрыңыздар. Енді Бақдәулет пен Алтынайдың сезімдері сел болсын. Көңілдері көл дария көл болсын. Бақдәулет пен Алтынай өсіп өніп бір қауым ел болсын. Без музыка. Бақдәулет, Алтынай, тең балалары болсын. Енді біз осы Бақдәулет пен Алтынайды сұлулап, этно ансамбльдің сүйемелдеуімен жайғастырамыз мақалға далға. Қарсылайық, этно ансамбль. Қайдамыз? Екі жастан. Қошемет дауыстарыңыз достар. Бақдәулет пен Алтынай бақытты болсын. Күнгі самал егін басын келбейді, алыста қарауытып көлбейді. Айдың нұры баяу ғана дірілдеп, түн алқапты көкшіл шұғла кернейді. Айлы дала салқын самал тамаша, екі ғашық қол ұстасып келе жатыр оңаша. Екі ғашық қол ұстасып келе жатыр оңаша.
тамаша, ең ансамблі. Рахмет. Міне қадірлі ағайындар, өздеріңіз куә болып көргендегідей Бағдәулет пен Алтынайды махаббаттың алтын төріне қондырдық. Рахмет. Енді қадірлі ағайындар, көш бастаған азамат сөз бастайды. Осы Қаракөсе елінің балдарын түзектеп топқа қосып, ақылын білдіріп осы әулеттің үлкені атанып келе жатқан Марат Үкібаев атамыз бастап келіңізші. Және де Бәкір ата, және де біздің Әбдіғани ақсақалымыз тағы да келе қойыңыздар. Әли Асқар атамыз сахна төріне құрметпен келсеңіздер. Сіздерді сахна төрінен қарсы аламыз. Сіздер үшін би билеп ән саламыз. Келіңіздер. Ал келеміз қариялар. Осы саптың қасына Орал аға келіңізші, Орал көке. Келіңіз. Орал көкем саптың қасына келсе. Қалдың ерке бұлағы, қызық деді, өзіңнен өткенмін. Көз алдымда, сол қалпымда тұрайын. Рахмет. Ал енді қадірлі ағайындар, сәл тиіштік сақтаңыздар. Той әлі басталған жоқ. Ал не дүнді отыр. Енді мен қадірлі ағайындар осы аузынан алласы кетпеген, тілінен тәубасы кетпеген, айтқан ақылы құлынды биеге татитын, берген батасы боталы түйеге татитын Марат көкем бар ма? Сол кісіден басын. Жоқ бұл кісі? Бәкір аға. Өздеріңіз бастап келіңіз. Ассалаумағалейкум, тойға келген көпшілік қауым, құда жекжат, ағайын туыс, аға жиен, бөне жерде көйле. Той барымызға қонышты болсын, жүрісті болсын. Не дейміз, Асқар, жаным, мынау енді бірінші тойым. Келін Гүлзина, ес, осы келешекте сендерге әйтеуір немеренің қолынан шай, шөберенің қолынан май, шөпшектің қолынан әсер жерді нәсіп етсін. Барлығымыз аман тұрайық. Енді не дейміз? Жастарға айтатынымыз, екі жас құтты болсын басқан қадам, есігі жаңа өмірдің кең ашылған, ойлаған армандарың орындалған, қуантып екі жақты сендер жасаң дейміз. Енді бұлардың алдында үлкен мақсат, әйтеуір келешектері жарқын, қажымайтын қайратты, талмайтын талапты, самғайтын қанатты болып өсуін Аллам нәсіп етсін. Әрқашанда өзі қолдап, өзі қорғап, өзі жарылғап жүрсін. Ассалаумағалейкум, осы тойға жиылған қонақтар. Бүгін үлкен той. Құда қаласа мынау екі жасымыз бас қосып үйленіп жатыр, солар бақытты болсын. Дендері сау болсын, өмір жастары ұзақ болсын. Өздеріне өздеріне көрмей берсін. Мынау Құдай болды, Құда болған Құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Құдалықтарымыз мың жылдық болсын. Мына Асқар, келін, алғап тойларының алдында алағорымен асылғаны. Тойларын тойлар той болғата берсін. Құда қаласа, енді жылы бес тойда келдесі, тойғындарға аман ете бәріміз жетті берсін. Осында той барлықтарымызға жұғыстығына берсін. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Міне бүгін Хетпір әулетінде үлкен қуаныш. Бағдәулет дейтін баламыз өзінің жағын аққұсын қолға қондырып, осындай Асқардың үйіне үлкен шаңырақ отыр екен, құтты болсын. Құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын.
барлығыңызға осындай той жұғысты болсын. Міне той ашық деп, бемарал ішеп жеп жүре беріңіздер. Ой, рахмет ағалар, рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын. Енді орамал тон болмай жол болады, үлкенге сый-құрмет жол болады деп, Асқар ағамның отының басынан Сабира жеңгейдің ошақ қасынан үшеуіңізге бір шапан сыйымыз, сыйса да, сыймаса да киіңіз деп отырмыз. Мен сөйлеп болғаннан кейін қойшы жазып. Ал, бір естелікке суретке түсіп алайыншы. Ал, теңіздер. Әдем бір естелікке суретке түсек. Бақдәулет пен Алтынайдың бақыт кешінен. Алғашқы фото. Рахмет. Ал, енді біз сіздерді еркелетіп шығардық, селкілдетіп, билетіп қойғанымыз әбес көрінеді. Жақсылардың қасынан, дастарханның басынан орын алыңыздар. Қадірменді тойға жиналған ардақты ағайын, қадірлі қонақтар, міне керемет қуаныштың бет пердесі ашылды, шашуы шашылды қадірлі ағайын. Енді барлықтарыңыз қарап отпай, алдарыңыздағы асқа дәмге қарап отырыңыздар. Іш қызбай, іс қызбайды дейді. Бүгін Бақдәулет пен Алтынайдың бақыт кешін тамаша тойға ұластырайық қадірлі ағайын. Біз енді тойдың алғашқы әніне кезек береміз. Осындағы қадірлі қонақтардың көңілін көтеруге келіп тұрған мінекей Шымкент этно ансамблі. Қабыл алып қойыңыздар. Мархабат.
міне осыншалықты қонаққа көңіл күй сыйлап мінекей тапқандарын жинап бүгін әнмен шашу тартып жатқан біздің сұлу қыздар мен жігіттер. Енді қадірлі ағайындар, бүгін менің Асқар ағам мен Сабира жеңгемнің көктен тілегенін Алла жерден беріп жатыр ағайын. Енді осы Сабира жеңгеміздің аспазшылары дайындаған үлкен ас дайын. Асты кіргіземіз, құдалардың алдына басты кіргіземіз. Ал жігіттер, асты кіргізіңіздер. Мархабат. Ал енді қадірлі ағайын, менің Асқар ағам мен Сабира жеңгемнің шын пейілімен жайылған дастархан дәм. Енді барлықтарыңыз осы асқа дәмге қараңыздар. Біз енді осы ас ауқаттарыңыз сіңімді болсын деп тағы да бір тамаша әнге кезек береміз ағайын. Бүгін менің Асқар ағам мал баланың шашуы деп бақ дәулет пен алтын айдан ештеңен аяп жатқан жоқ. Дүлдүл де, бұлбұл да, ақын да, батыр да осы бүгінгі тойда ағайын. Сондықтан мен осы шырайлы Шымкенттің үздіктері, сұлу да сымбатты көрікті қыздардан құралған алдарыңызға Нұр Сезім триосы қарсы алыңыздар кәдімгі. Трио. Нұр Сезім триосы. 3 қызымыз біздің әнші қыздар. Жасик айттым ба? Келіңіздер, сіздердің ас ауқаттарыңыз сіңімді болсын деп ал болса қадірлі ағайын, барлықтарыңыз асқа дәмге қол созыңыздар. Енді осы жаңағы уәде еткендегідей керемет әнге кезек береміз. Қабыл алып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, сіңімді болсын. Жіберіңіз. Осындай той баршамызға жақсы болсын.
жығылдым есім алып ай ауылым сенің іргеңде шай көйлегім бүрмелі айтарымды айтып отырмын ғой жүргені қош бол сәулем көргенше қайта айналып келгенше уәдеме беріп ол мен сендікі өлгенше қош бол сәулем көргенше қайта айналып келгенше уәдеме беріп ол мен сендікі өлгенше қош бол сәулем көргенше қайта айналып келгенше уәдеме беріп ол мен сендікі өлгенше Келесі осындағы барша жақсылардың құрметтеріне аузыңыз әбден құлақтарыңызда сенімді болсын, астарыңыз әмді болсын. аңсаған бақытым сияқтанып айтуым келеді қияқтанып жол жаққа қараймын сен жоқсың кешікпей келем деп мен тұрмын елеңдеумен жол жаққа қараймын сен жоқсың кешікпей келем деп мен тұрмын елеңдеумен
осы тойды жиі ойға лайық, жансыңдар ау сахна мен тойға дайын, елдің мынау еңсесін бір көтерген қыздардың даусынан айналайын деп отыр. Міне түсіндірдір бар. Енді қадірлі ағайын, бүгінгі тойдың иесі Асқар ағам мен Сабира жеңгемді ортаға шақырайыншы мен. Сіздер осы екі кісіге тойын құтты болсын деп бір шабыт беріп қойыңыздаршы. Асқар аға, Сабира жеңше, теңіздер. Рахмет. Екі кісіні танимыз ба? Асқар, Сабира. Шота, дұрыс емес болып жатыр. Қазір мен енді Асқар аға, халыққа қараңыз, елге қараңыз. Қазір. Мынаны берейші. Асқар аға, мынаны ұстаңыз. Қадірлі ағай, сәл тиіс сақтайды. Асқар аға, оңға қараңыз, солға қараңыз. Сіз үшін қай стол тоқтамай шапалақ ұрып жатыр, сол столға барып беріңізші. 1, 2, 3, Асқар аға. Асқар аға. Асқар аға. Қай стол аға? Бере беріңіз, смело. Асқар аға, кімдер ол кісілер? Ол кісілермен класстастарым 10 жыл болды. Өте орынды жазарыңыз. Асқар ағамның класстастары міне ұйымшылдықты білдіріп жатыр. Ал енді қадірлі ағайын, Аллаға жағам десең азаның болсын, ағайынға жағам десең қазаның болсын дейді. Бүгін менің Сабира жеңгемнің тай қазаны қайнап, базары жайнап, ажары айбат болып міне алдарыңызда тұр. Осы ақ отаудың қазығы, Асқар ағамның нәзігі, Сабира жеңге. Көріңіз. Сабира. Сабира жеңше. Кімге? Өзіңіз білесіз. Сабира. Бәрекелді. Қара көшенің қыздар ма? Жеңше? Қара көшенің қыздар ма? Мен класстастарым. Бәрекелді. Класстас қыздар. Алардес, тойларың сұқты болсын. Енді қадірлі ағайын, Асқар ағам мен Сабира жеңшемді сіздердің көзайымдарыңызға айналдырып алайын дедім. Енді осы көріп отырсыздар, Асекең бүгін мал баланың шашу деп Бақ-дәулеттен ештеңені аяп жатқан жоқ. Енді осы екі кісіні сіздердің көзайымдарыңызға айналдырып алдық. Асеке енді ортаны ашамыз. Біздің батыр жігіттер, ойынның сыйлығын жақындап бересіздер ма? Столды көтеріп жігіттер. Енді сыйлықтар атайық. Сыйлықтар атып алайық. Алтын да жігіттер. Молодец. Енді қадірлі ағайын. Тиха. Асеке, менің Асқар ағамның мінеки бүгінгі тойға тарататын сыйлықтары сынықтан басқаның бәрі жұғыс болады. Асекеңнің тойы сіздерге жұғысты болсын. Қара көше елі тынышты болсын. Бүгінгі той қонақтар ырысты болсын деп мен тілек қосам. Енді біз алғашқы сыйлықты берейін деп жатырмыз. Мына сыйлықтың иесін анықтап алайыншы мен. Каспиінде, кімнің Каспиінде 500 мың ақша бар. Келесіздер, осы сыйлықты аласыздар. Кімнің Каспиінде 500 мың бар? Келіңіз. Жаңа кісі билеп тұрады. Билеп. Билеп тұрады. Жүректері бұзған сезім қамалым, сағынмен жүрмін аттай жанарыңды, күлімдесең еттің түнгі хабарыңды. Күшті мейлі деген, атыңыз кім? Қанат. Кім? Қанат. Қол соғып қойыңыздар Қанат аға. Қанат аға, біз уәде бойынша Каспийді көреміз.
500 мың болса сізге уәде бойынша сол секілді береміз. Қанекеңнің кәсібінде 532.146 теңге бар екен. Қол соғып қойыңыздар. Қанеке тоқтаңыз. Бұны мен не үшін шақырдым? Әр қазақ бай болсын. Әр қазақтың кәсібінде 500 миллиард жүрсін деп мен тілеп қосам. Қанекеңе сұрақ қойайын. Миллионер ақшасы бұл. Рахмет. Қанеке сізге сұрақ қойайын, тапсаңыз сыйлық беремін. Оңай қиын. Оңай. Дігдік шабады, шөп жейді. Ат. Дұрыс емес, ешек. Шабалақтап қойыңыздар, Қанеке рахмет. Келесі. Кімнің кәсібінде ақша жоқ? Қол көтеріп шығаймыз. Ұялмаймыз. Кімнің кәсібінде ақша жоқ? Кеңіз. Билеп. Қошемет ағайын. Билеп. Әне, қазақтың келіні. Қошемет ағайын. Рахмет. Атыңыз кім? Наргиза. Наргиза. Рахмет. Кім боламыз? Келіндері. Әулеттің келіні Наргиза. Кәсібінде ақша бар жоқ? Жоқ. Көрейік. Наргизаның кәсібінде шынында да жоқ екен. 33 тиын бар екен. Уәде. Кәні. Уәде бойынша міне Наргиза. Бұл енді Наргиза саған дұрыс жауап. Енді сұрақ қойын, тапсаң сыйлық беремін. Оңай қиын. Оңай. Бірге бірді осы қанша? 2. Дұрыс. Шабалақтап қойыңыздаршы. Не деген білім? Не деген ми? Рахмет. Ек қабат болды. Енді біздің Алтынай келініміз жақтан келіп отырған бір құдаша кеңіздерші, бұлайша сыйлық беремін. Менің Асекең ағамның құдашаларынан бір құдаша. Биле маэстро. Жібер. Сағынумен жүрмін. Биле құдаша. Күлімдесең кеткен қабағымды. Күттірмексің қан сайын. Биле. Жүрек қабағымды. Билейтін жер істемей қалған ба? Мынау құдаша сенің шыққаның үшін жайына. Рахмет. Атың кім? Аянат. Аянат құдашаға бір опалақ шопалақ емес, чемкенский шабалақ бар ма? Молодец. Аянат, бұл жай ғана шыққаның үшін. Саған сұрақ қоям, соған жауап берсең болды. Үй жануары, бас әрпі И, соңғы әрпі Т. Дұрыс! Шабалақтап қойыңыздар құдашаға. Міне осыны берейші. Алтынайдың бауыры, бүгінгі тойдың супер құдашасы. Міне жеңіс құдаша. Құдаша тоқта. Тағы не берейін? Құдаша. Рахмет. О, базарда жүрген деймін ғой. Үшеуінің ішінен біреуін таңдап алдысың. Рахмет. Келесі. Өзінің күйеуінен салмағы үлкен әйел бар ма? Шабала бұрыңыздар соғып шығар. Шығайық. Өзінің күйеуінен салмағы үлкен. Маэстро! Қошемет ағайын! Билеп! Атыңыз? Айгуля. Кім боламыз? Асқардың әпкесі. Әлем, қара көшенің қыздарына қол соқпаймыз ба? Қыз дүниелес. Қыз бар жерде қыдыр бар. Қыз болғаннан кейін сізге осындай беремін. Енді жаңа айттық, күйеуінен салмағы үлкен деді. Жездемнен салмағыңыз қанша кило үлкен? Ровно 10 кило. Бар ма жездем осы жерде? Жездем жоқ. Қақта? Алматыда. Болды, келістік. Сізге сұрақ қояйын, тапсаңыз сыйлық беремін. 1941 жылы, 45 жылы соғыс болды. Сол соғыста Бауыржан Момышев басқарған батальондағы 3-ші окоптағы 5-ші танкистің аты кім? К сожалению, не знаю. Дұрыс емес. Рахмет әпке. Жездеме сәлем айтыңыз. Рахмет. Келесі. Анандай келіншектер бар ма? Күйеуін іздемейтін, мазаламайтын, қаяқта жүрсе де, қаяқтасың, қайтса үйге деп мазасын алмайтын. Маэстро. Кім бар? Сондай супер келіншек бар ма? Кім? Шапалақ ағайын. Рахмет. Енді ағайын, бұлар тошын іздей алмайды. Бұлай жібере салайын. Бұлар жаңадан үйленген ғой, қазір сөз өтпейді. Бар ма? Кәні. Күйеуін іздемейтін, аяқтасында мазалама. Келіңізші, маэстро. Жібер.
Атыңыз кім? Адина, кім боламыз? Жездеме балыз әпшеме сіңлісі бар. О, құдаша, менің жеңгемнің бауыры сіңлісі. Күйеуіңізді іздемейсіз, мазаламайсыз. Бар ма құда бала, келді ма? Орнынан тұрсыншы. Шырай іздейтін де кісімізден күшті. Шабалақтап қойыңызды күшті. Не берейін? Міне, сізге берем. Енді сұрақ қояйын, тапсаң сыйлық берем. Оңай или қиын? Разница жоқ, иә? Онда сізге сұрақ. Оңай сұрақ қояйын. Иә? 388-ді 536-ға көбейді. Білмейсіз ба? Болды, рахмет. Келесі. Әйелінен қорықпайтын еркектер бар ма? Вообще. Бар ма? Қайықта? Әйелінен вообще қорықпайтын. Братан, кел, братан. Кім? Кел, аға. Келіңіз, братан. Әйелінен қорықпайтын. Түрі қорықпайтын ұқсамайды ғой. Тосын қорықпайсыз ба? Атыңыз кім? Нұрлыбек аға, кім боламыз? Сәлебек ағасы. Біздің Бақоштың ағасы действительно қорықпайды онда. Міне, әйелінен қорықпаған үшін сізге наушын ұрсып атса, осыны құлағыңызға жауып жата беріңіздер. Сұрақ қояйын. Түйе, қамыраны бар түйе. 12-ден асқан түйені не деп атаймыз? 13-те дейміз. Рахмет сізге. Рахмет. Енді биде қадырлағайын. Міне біздің сыйлықтарымыз көп. Жетер дайын ба? Дайын ба? Мен енді ортаға тағы да Асекең мен жеңшемді шақырайыншы. Барлығымыз қадырлағайын. Осы екі кісінің туын желбіретіп келді, аға жеңшем. Келіңіздер. Асекең, келіңізші. Неққа қарап тұрайық экранға. Мен енді қазір Асқар ағам мен Сабира жеңгеме сұрақ қоям. Дұрыс жауапқа аямай поддержка беріп отырыңыздар. Ең бірінші сұрақ, Асқар ағама бір ерекше қол соғып қойыңыздар, Асекеңдер. Асқар аға, ең бірінші сұрақ, қанша ат бар? 5 ат. Дұрыс! Бірден жауап берді. Шапалақ ағайын. Сабира жеңге, қанша балық бар? Сен мен айтқан кезде өткізіңдер. Сансыз. Дұрыс емес. 1-0. Шапалақ Асекең. Екінші сұрақ Асекең. Мынау кім? Путин. Дұрыс. Жеңше, мынау кім? Білмейді. 2-0. Асекең қол соғайын. Келесі сұрақ Асқар аға. Қай жер? Париж. Дұрыс па? Дұрыс, Париж. Сабира жеше, қай микрорайон? Білмейді. 5-0. Асекең қол соғайық Асекеңе. Келесі. Не деген жазу аға? Той қазақ қазынасы. Осы жерде бір ерекше шапалақ кету керек. Той қазақтың қазынасы. Сабира жеңше, не деген жазу? Финишла. Ватама, өтірік. Келесі, дұрыс па? Келесі. Кім Асекең? Димаш, шын нұсқасын көрейік. Оны бар ма шын нұсқа, жоқ қыз ашпаңдар. Дұрыс! Сабира жеңше. Кім? Юнифан. Қамыран Жан, шын нұсқасын көрейік. Нандай. Қол соғып қойыңыздар. Асқар аға мен жеңеше. Келі құтты болсын. Құдай қаласа менің Асқар ағам мен Сабира жеңшем, Жанат құда мен Жазира құдағи, Бағдәулет пен Алтынайдан немере сүйіңіздер. Шөбере сүйіңіздер. Шөпшек көріңіздер, танымас көріңіздер. Қазақта сөз бар Асқар аға. Өскенше баланы бағасың, өскенше немеренің насыбайынан сүйесің, өскеннен кейін немеренің насыбайынан күйесің. Немеренің тойында жеше күнге келіп алқалаңыздар. Мен енді осы мүмкіндікті пайдаланып, бүгін Асқар ағамның туын желбіретіп, Сабира жеңгемнің туын желбіретіп келіп жатқан Асекеңнің түп нағашылары, Сабира жеңгемнің түп нағашылары, сүт нағашылары, бөлелері, Бағдәулеттің нағашы бөлелері. Атымыз аталмады,
түріміз үстелмеді демейміз. Нағашы бөлелер, келіңіздер. Түгел. Сендердің сүйенетін дауысын сен нағашы, сендер барда жүректерге бұлтын бейгі нағашы, сендер келіп сүйендердің қуануын қарашы, шын жүректен бақыттылыққа арнадым сүйендердің қуанышы. Қадыр ағай, түсінбеушілік болмасын. Мен Бағдәулетке нағашымын бөлемін, Асқар ағама нағашымын бөлемін, Сабира жеңгеме нағашымын бөлемін деп келіп жатқан. Асекеңнің бажалары, нағашылары, бөлелері, қыздар, нағашы қыздар, түгел келейік әні. Мархабат. Жүректерге бұлтын бейгі нағашы, сендер келіп сүйендердің қуануын қарашы, шын жүректен бақыттылыққа арнадым сүйендердің қуанышы, жақсы биге жанадым сүйендердің Нағашы бөлелер. Сүйендерді қолдаудан еш нағашылар талмадым, таусылмайтын сарқылмайтын мейірімге арнадым, таусылмайтын сарқылмайтын мейірімдісің нағашы. Адамзаттың баға жетпес дариясысың нағашы, қиналғанда кемел бірге жанашырсың нағашы, тойға келіп ақ тілекті алғашың. Нағашы бөлелер, келіңіздер енді. Аяқтың қышуын қандырып, осыдан кейін билейміз. Енді қош келіңіздер. Тойдың басында келісіп алайық. Бәріміз сөйлеу шарт емес, бәріміз сөйлеп тұру қазаққа біткен салт емес. Мынау 50-ден асқанымыз сөйлесін, күші барлар билесін. Енді менің Асқар ағам нағашылар келді ма, қол көтерейікші. Асекеңнің нағашылары. О, менің Сабира жеңгемнің нағашылары. Бағдәулеттің нағашы бөлелері. Бәрекелді. Ал біз олай болса, ағаларымыздан бастайық үлкен. Қош келдіңіз аға. Кеш жарық құрметті қонақтар. Мынау Асқар айналайын, Сабира келін аяқ құт болсын. Жалпы елдің елін өңейден ең алдын қатады аты жақсы жанұя болсын. Бұлай айналайын Бағдәулет, бұлай келініміз әйтеуір сендердің ынтымақтарың, сен деген тілек тілеп, осы жақалық сендерге мен жақсы ниетпен келіп отырайын. Соны әр уақытта ақтай біліңдер. Өзі өмірдегі қуаныш жетістік дегендер әшейін бостан-босқа келмейді. Оны еңбектену керек. Адам деген көп жақсылық қасиеттерін өмірде білдіре білу керек. Мен сонымен келеді. Соның бір ең негізгісінің бір сендердің екеуінің ынтымақта болуларың. Ынтымақта бол. Өмір болғаннан кейін онша сай дөң демекші, мен сондай белестерден бірге ынтымақта болсаңдар, соны жақсы өте білесіңдер. Және осы жалпы елге қуаныш әкелетін боласыңдар. Сендердің ынтымақтарыңмен, мына құдалармен біз жақтың арамызда жақсы тұруына, бір-бірімізге сый, құрмет көрсетуімізге әр уақытта себепкер болады. Сондықтан айналайын жақсы үлгілі семья болыңдар. Сендердің қуаныштарына тоймай, әр уақытта шалқып жүре білейік. Міне барлықтарыңызға осылай жұғысты болсын. Апаларымыз келіңіздер. Кеш жарық тойға жиналған көпшілік, мына той құтты болсын, Қаракөсей еліне келі құтты болсын. Мына екі құда, жаңа Талдықорғаннан келген құда, төрге шыққандарымыз құтты болсын. Айналайын, мына екі балапаным, демдерің сау, өмір жастарың ұзақ болсын. Мына үлкен кісілердің бәрі сендерге жақсы тілек айтып жатыр. Осы айтқан тілектердің бәрін тақтарыңа құйып алып, келешекте соны өмірде қолданыңдар. Жаңа мына қайным айтып кетті, айналайын. Өмірдің қиын да, қызық та белестері болады. Солардан сүрінбей екеуің бірге өтпелеріңе тілектеспін. Мына шаңырақтарың биік, керегелерің кең болсын. Дендерің сау болсын. Ешқандай қиыншылық көрме, соны бірге аттап өтулеріңе тілектеспін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тек тойға жиналайық, той болсын.
Бәріміздің иншалла панамыз бар, бәріміздің иншалла анамыз бар. Дүниеге Сабирадай қызда келген, алдарыңызда тілек айтқан анамыз бар. Сенің анаң алтын, менің анам алтын, жеңгемнің анасына қол соғайық жалбын. Сенің анаң алтын. Сіз сияқты бізге немере тойды көріп, сол жерде тілек айтудың нәсіп болсын. Дүние тұрғанша тұрыңыз, 100-ге келіңіз. 100-ден кейін жүрем десеңіз жүріңіз. Ары қарай сөз. Асқар құда, Сабира Құдашанның тойларыңыз құтты болсын, қалмауды. Құдалықтарыңыз баянды болсын. Енді баяғыда Бауыржан атамыз айтқан екен, мен батыр емеспін, қыз батырды. Мына батыр қыз өтен жерге келіп, сол елді өсіп өліп, ұрпағын жалғастырып, жүре берсін, келін тастай барып шырдай сынсын. Тек қана жақсылық болсын, тойда кездесейік, той болсын. Рахмет тамада. Құрметті бауырларым менің, бүгінгі мына қуаныш құтты болсын. Алтынның сынығы менің жаңа жиенім, қайным, әрі мына бұрын Света, деймін Света жаным өзім атамайым. Мына алғашқы қуаныштарым құтты болсын. Жаңа құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Осындай қызды сіз біздің осы қызымызбен қайнымызды тәрбиелеп беріп отырғандарыңызға рахмет. 2 жас жаным бақытты болыңдар. Әр уақытта осы 2 ата-ананың батасын алып жүре беріңдер. Тек жолдарың ашық, шаңырақтарың биік, керегелерің кеңейе берсін. Рахмет. Рахмет апа, жалғас. Болды ма? Қосыламыз ба? Қаламбыр апа. Сабира, Асқар, тойларың құтты болсын, тойларың тойға бассын, 2 жасыңыз бақытты болсын, өздерімен өсіп өнсін. Құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын, әр уақытта осы шаңыраққа той тілеймін. Рахмет. Кім? Қысқа сөйлеген адам. Асқар, Сабира, алғашқы қуаныштарың құтты болсын. Ұлдарың ер жетіп, өзінің өмір серігін тауып, бақытты өмір сүрсін. Жаңа құдаларға қош келдіңіздер дейміз. Осы шаңырақта тек қана тойлар болсын, тойдың түр-түрі болсын. Келесі жылы осындай бесік тойға келейік. Асқар, Сабира, жандарым, тойларың құтты болсын. Мынау 2 жасымыз бақытты болсын. Құдалықтарың мәңгілік болсын. Құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Қадамдарыңыз да құт болсын, Құдай қаласа. Шаңырақтары биік, босағалары берік болсын. Жағынағы үйлеріңіздің іші толған балапандар болсын. Үйлеріңізде тек қана той болсын. Той тойға ұласын. Менің Сабира жеңгемнің бауыры, ішіндегі тәуірі, қосылды деп қуанып жатқан 2 жақтың қауымы аға сөйлеміз. Әйелінен қорқпайындар сөйлетеміз. Жанатулла, Жазира Құлағи, сіздерге ырзамыз. Құлаға көрдіңіз ғой. Барлығыңыз жақсы болсын. Сіздерге осындай қуанышты тойлар болсын. Құда қалса, құда бала осындай тойда жүзде берейік. Жаным Сабира, жаным Сабира, қуанышты, сізге бақыт болсын. Рахмет, Ұлжалғас жеңгем қайда? Шықсын шалға. Сосын Ұлжалғастан кейін Гүлжалғас дайын тұрмыз. Қайда? Жеңше? Деміз. Ой, алпы жеңше деміз. Кеш жарым тойға жиналған қалмай. Мына бірінші байлық денсаулық болған, елдеріңіз сау болсын. Жаңадан келген құдалар төрге шыққандарыңыз көп. Құтты бола берсін. Сабира, күйеу бала тойларыңыз құтты бола берсін. Құдалар 10 жылдық, күйеулер 10 жылдық дейді ғой. Сонда жастар бақытты болсын. Солардың қызығына тоймен ойнап, күліп жүре беріңдер.
Енді 4 аяқты бота тату, 2 аяқты бажа тату. Алтынбек бажа. Міне Асекеңнің бажасы, жігіттің тазасы. Міне, нағыз красавчик бажа. Иықты. Сөз өзіңізде. Ассалаумағалейкум. Құрметті қонақтар. Асқар Сәбира тойға құтты болсын. Ағасы 2 жас бақытты болсын. Көшелердің бажалардың бәріне жұмыс болсын, той құтты болсын. Подарка бар дедіңіз, ә? Алтына келіңдер, сөйлесін. Асқар, Сәбира, Құда қаласа, тойға құтты болсын. 2 жас бақытты болсын. Мынау 2 жас бақытты болса, бәрі бақытты ғой, той-тойға оласын. Қадірлі ағайын, айқайлап айтқан тілектен гөрі, іштен тілеген тілек тез қабыл болады. Қалғанымыз осы кісіге қосылайықшы, өзіңіз. Ішінге бермеңізші. Хош көрдік. Бүгінгі осындай қуанышқа жиналған көпшілік. Бүгінгі той құтты болсын. Жастарымыз бақытты болсын. 2 елдің ортасына соғылған алтын көпіріміз мықты болсын. Той-тойға ұласып келеді. Біз бүгін Сәбираның бауырлары қазір құдаларға арнайы жайылған дастарханға өзіміздің той бастарымыз бар. Біз өз атымыздан бауырлардың атынан той бастар ұсынамыз сіздерге. Қабыл алыңыздар. Ал сіңілері бауырларының, жезделерінің, күйеу балдарының атынан Сәбира сіңлімізге бриллиант тағамыз. Сәбира жеңгемнің бауырлар атынан Сәбира жеңгемізге алтын комплекті. Менің Асқар ағама горилла. Бірден әкелесің? Рахмет. Аю отыр партада, 2 қолы қалтада, апай сабақ сұраса, ұйықтап қаптым масқара. Мен айтамын тақпақ, Жазира құдағиды мақтап, басқа құдағи қапқара, Жазира құдағи аппақ. 1, 2, 3, енді бір естелікті суретке түсіп, бүгін менің Асқар ағам 60 мыңға фотоаппарат жалдады. Флеш кісілерді көреміз. Сондықтан әдемі бір естелікті суретке түсіп олай. Енді мен сіздерден рахмет, түсіріп мен сіздерден өтініш, Асқар ағам мен Сәбира жеңгемнің ағашылары, бөлелері, бажалары барлығын жаңа құдаларға барып алып шығайықшы. Күші барлар. Ал кетті қалай болса. Жібер, алғашқы би. Маэстро. Кездер ай деді, көңілдерің, қыздар айдасын сол баяғы.
микрофон ташы. Не деген би, не деген ән, рахмет, не деген фигура. Баршаларыңыз рахмет, музыка рахмет. Рахмет музыка. Орын-орнымызға жайғасайық. Орын-орнымызға жатайық, отырайық. Төрлетіңіздер. Рахмет, төрлетіңіздер, қадірлі ағайындар. Енді қадірменді ардақты тойыншылар, қадірменді әншілер ағайын, бүгін Бақдәулет пен Алтынайдың бақыт кеші. Бақдәулет пен Алтынайдың үйлену тойы. Қыз баланың жақсы жарға тұрмысқа шығуы, ер азаматтың жақсы жарға тұрмысқа шығуы, ол жеңісімен пара-пар екен. Бүгін біз Бақдәулет пен Алтынайды шын жеңістермен құттықтап қояйықшы ағайын. Енді біз Бақдәулет пен Алтынайды ортаға шақырып алайық. Арнайы күтіп тұрған би алаңы осы екі жастың құрметіне жұптасу вальсі болады. Сіздер шабыт беріп, екі жастың бақытына баға беріп отырыңыздар. Ал бірге тамашалайық. Бақдәулет, Алтынай бақытты болыңыздар. Жібереміз.